Сәлем достар, қалайсыздар? Достар, бүгін біз Жансаяны описаниеден көргендей қорқытпақшы, Жансаяны қорқытсақ ба деп жатырмыз. Қазір бірінші аңдайық оны. 24 сағат қорқытамыз деген видео түсіргіміз келіп жатыр, білмеймін, бірақ қорқыталамыз ба, қорқытамаймыз ба? Жансая бұрынғы Жансая емес, достар. Уже өсіп қалған, бәрін біледі. Енді пранк жасайын деп жатсаң біліп қояды, енді қорқытайын деп жатсаң біліп қояды. Бірінші көріп алайық не істеп жатқанын. Қимылдама, көріп қоймасын антисіктен. Не істеп отыр? Киімдер бүктеп. Шындыма неғып бүктеп отыр? Давай, мына жерден беті барамыз да. Уа, дейміз. Альбина бар екен қасында. Давай, бәрі. Уа! Öyle cında ne istiyorsun? Qirqinda joqman ғой, dal qasma kelib olib suvurlasib turibsizlar ғой. Esib qo'yding bani. Turib qo'y. Esib turib. Ishini Qaytib esib tursin, onu jay aytib o'tir qo'y. Yo'q, tap-tinish yerda kәдімгідей estilaydi ғой. Qaydan bileyim? Айтпашылай, бізде телевизор жоқ екен ғой, телевизор көріп атқанда сыбырласыппыз ғой екеуміз, Қайдан білейік, музыкама бір бәле тыңдап отыр екен деп ойлап қалдық сені. Ненің бәріне шығарып тұрсың, бүгін ойлағанбыз ғой, Жансаяны 24 сағат бойы қорқытамыз деген видео түсіреміз ба деп. Деген не түсіреміз енді біз? Жаздық киімдердің бәрін жинап, күзік киімдер шығарайын деп жатырмын. Жаздық киімдер жинап, күзік киім шығар. Жынды жаздық киімдерді жинаған сәл жаз біткен жоқ, әлі бір ай бар ғой. Жаздың бітуіне. Солай ма деген несі? Немене қалың киініп алғансың, жұрт ыстықтап, ауа жетпей жатса. Кондер енді жақпаса өшіріп тастасай. Өзі спортивкімен жүр, кондердің астына нағыз отырғызып қойыпты, футболка шортимен. Сен жаура, бұл жаура отқан жоқ па сонда? Қойшы, не қатты ыстық емес қой, күн салқындап қалды ғой, құрсын. Терезені ашып қойсаңдар да ауа кіреді енді. Ауа болмай қалған. Айттым саған, бұл қызық болмайды деп. Күшті қылып түсіреміз ба, пранк ұстаймыз ба десек, бұл апам бізді пранкпен күтіп отыр ғой. Айтпақшы, бір подписчикше менің видеом астына не Жансая киімдеріне обзор жасашы деген ба, соны жасайсың. Киімдеріңе ма? Обзор жасашы деген ба? Жасайық онда. Как раз бүгін Аяла екеуміздің ішіміз пысып жүреді. Аяла, соны түсіре салмаймыз ба? Ал мақыл, давайте. Достар, қарсы болмасаңыздар, онда Жансаяның киімдеріне обзор жасайық біз. Мұнау менің ең қатты жақсы көретін 2020 тренд болған осы кофта. Жансая, сен бізді дайындалып күтіп отқан сияқтысың ғой. Киімдеріңді обзор жасағың келіп отқан сияқтысың ғой, да? Жасағың келіп киімдеріңе. Сразу басап кеттің ғой. Қалай? Раскусила? Жаңа айттыңыз, видео керек. Енді видео керек, не түсірсем екен деп. Соған подписчик айтқан, сол есіме түскенде еще өзіме ойлап отыр едім. Көрсетейік шоны, бізге де қызық, қандай киімдерің бар, кәні? Мынау мен ең жақсы көретін кофта, 2020 тренд болған. Маған ұнайды. Маған да ұнайды, осы кофтасы ше. Әттең маған сыймайды, киіп алатын ем десең бәле шар, Пранк бұл, пранк. Шынымен де өзіңе күшті жарасады, әдемі жаңағы тренд түсіргенге, бұны көшеде кимеймін, мама, просто тренд түсіргенге осындай әдемі ерекше кофта әперіңізші дегеннен кейін Пиндоштан заказ берген болатынбыз осыны. Мына спортивкамды мен денеге киемін деп алдым. Мына жаңа спортивкасы осы жақында алып келді. Этикеткісін жұлып тастай салып, сразу киіп апты ғой, апам. Өте жайлы. Сен оны физкультураға кием дедің ғой. Достар. Ал давай, келесі киімің. Бұл Blackpink маған ұнамай қалды, басында алғанда ұнайды. Blackpinkті вообще кимей қойды, білмеймін, неғағып бүйткен. Blackpinkті кезінде ойбай деп жаз бастала салысымен, мектеп біте салысымен осыны алып еді, білмеймін ғой, кимей қойды ол. Еще қараңыздар, новый, бірақ андай материал қатты қалды. Күзде киесің ғой енді.
күзде кесін бүктеп қоя сал. Үлкен, слишком. Сен бұны не деп алған жоқсың ба? Оверсайз деп. Мақұл, тұра берсін, көреміз. Егесін табар ол да. Оверсайз емес, оверсайз болды ол. Ал мынау не? Мынау тоже оверсайз кучи, бұны тоже әлі кимегем. Мынау жаңа күйінде вообще даже Шымкентке апарды, чемоданнан шыққан да жоқ мынау. Чемоданнан шығарған да жоқ. Мынаны алғым келді, Аллам, мына джинсыми кеп, мына джинсыми, мына лапуды оған тағам, мына ақ сумкамды тағам деп ойластырып алғам ғой. Осындай футболкамыз бар. Мынау вообще киілген жоқ. Мына бір екі ақ рет киілді, сол күйінше тұр. Оверсайз қайттан ұнамай қалды апама. Одан кейін мынандай әдемі. Аха. Материалды вообще күшті халадық қой. Салқын болып тұратын шалбары. Осымен де біраз трендтер түсірді ғой жазда. Шымкентке бармай жатып, Шымкенттің алдында осы сияқты жүргенде. Күшті трендтер түсірген болатын. Келесі бізде сөйлеп отырсам телефонымды өшіріп қойыппын ғой, саусағым тиіп. Келесі бізде осындай комбинезончигі, Жансаяның аялада да бар осындай комбинезончигі. Осы білмеймін, қатты ұнайды. Бұны Шымкенттің алдында Шымкентке бармай жатып, талай президентский партия немен айдадың ғой, роликпен, иә? Иә, бұны мен осы лабубымен тағым. Иә, лабубымен тақты. Бонусы да күшті. Аяқ салмай тұра тұр, жаз біткен жоқ Жансая, әлі жазға қайда. Жарып қоям ғой. Ілгіште мен босқа түсірдім. Ал мынау достар, егер де осы видеоны білетін болсаңыздар, біз Пиндоштан белгісіз заттар алдық, адамдар таста кеткен, прям күшті болса кезде. Жансаяға тосын сый болған, осы трико шыққан кезде Жансая қуанып, бірақ қалың осыны чемоданына салып Шымкентке арқалап барған ғой, құдай. Киген де жоқ, шыққан да жоқ, но даже киілмеген трико сол күй тұр. Тек этикеткісі ғана жылынды. Алла сақсына жылып алдым. Енді Альбина көрсетемін дейді. Ал Альбина не көрсетемін деп жүр, шыдай алмай. Юбкасы. Жаны, бұл да сөйлегісі кеп жүр. Соңғы кезде тренд түсіргісі кеп жүр, достар. Біздің Альбинаның өзінің жеке көрермендері бар ма екен? Жаза кетіңіздерші Альбинаның. Қатты дақсы көретіні. Ал келесі. Енді келесі бұл мынау джинсымен кетін. Осындай бар дейді. Екеуі комплекті тұғын, мына комбинезончиктің футболкасы ғой ішінен кетін. Мына любой футболкамен де келесің. Шортимен де келесің. Ал мынау жазда Шымкенттен алған скимс футболкалар. Қоймады қойбай, мама скимстер қазір хит болатыр. Сіз Ақтауда әперем деп едіңіз, әпермедіңіз деп сонымен Шымкентке барып алған болатынбыз. Оның қасында тағы біреу бар еді ғой. Иә, ол розовый. Біреуін көк, біреуін розовый қылып алған. Розовый башы күшті. Одан кейін астына ақ юбка іздеп, юбка кимейтін болып айынып, сонымен шорти алған болатынбыз. Қысқа ақ шорти бар. Бұл да әдемі. Жеңіл екеуін киіп шықтың ғой, почти Шымкентте осыны киіп жүрдің ау деймін. Ташкентте де бардың ғой. Ташкентке де киіп. Сол Ташкентке алдық қой бұны. Ташкент ойбай ыстық екен, 60 градус екен дегеннен кейін чемоданды ақтардық. Бәрі ұзын, сондай киімдер болғаннан кейін. Жеңіл киім алайық деп алған түріміз ғой, Ташкентке алғанбыз. Сосын Ташкентке алған көйлегің бар еді ғой, қайсы еді ол? Жоқ, мынау ғой. Ойбай, иә. Міне, осы тоже вообще дем, достар. Бұны да сол Ташкентке кем, мама қатты ыстық екен ол жақта деген екен жүгіріп барып әкеле қойған киіміміз тұғын. Өзіне күшті жарасты. Қанша қалдық білмеймін, бір 10 мыңдай болды, 9801 кеге алдық ау деймін, скидка болып жатыр екен. Магазинге барып қалса, екі кештің ортасында барды, бардық та, ол видео түсіруге шама болмады, айтып жатырмын ғой, ертесіне емес, сол күні түнде сағат 12-лерде біз шығып кететін болдық. Шай іштік та жүгіріп барып, екі қызға киім алып келдік. Сонымен Ташкентке барып келді. Ал бұл енді жазда киген ақ көйлегі, бұл да тоже бастауышты бітір жатқан кезде ақ көйлек сол кезде алған. Бұл менде біраз трендтер түсірді, біраз жерге қыдырды, біздің жашын. Келесі бұл осындай, осы кетей деген қатына қатшы, вообще ерекше достар мұнама қатынады. Күшті, прям.
И мынау осындай тоже Ташкенттен алған. Мынаны біз көп жасарваймен кім Жасмин Тамикошпен кездесетін кезде алдық қой Пашла, иә? Иә. Мына кофтаны қай кезде алдық деп есіме түспей жатыр да. Қай кезде алдық, деп қоям мынаны. Сол кезде алған екенбіз ғой. Иә. Тамикошпен, Жасминмен кездесеміз, мама бір ерекше не алып беріңізші. Уже мына алған киімдердің бәрін киіп қойдық дегеннен кейін бұны да сол кезде екі кештің ортасында барып жүгіріп барып алып келген болатынбыз. Әйтпесем екі қыз чемоданға Шымкентке 2 чемодан киіммен барған негізінде. Бірақ ойбай, мама, біз уже кімдермен, Жасминдермен кездесем дегенше киімнің бәрін киіп тастадық қой, бізге киілмеген киім әперші дегеннен кейін осыны барып алып келдік қой. Аялада розовые, Жансаяда көгілдірі. Ал бұл жақта не дейді Ханшайым? Мына көген түс, Дәхшаваның тағы да любимайы. Шортия, Кевин Клейн, үйге кетін шортия, бұл, не істемекшін? Бұл бәрін жинап тастап Жансая, жинама. Әлі жаз біткен жоқ қой. Мынау тағы да шортия, бұл вообще жоға. Әдемі, рахат, Бұны да теңіздің жағасына талай киіп бардың ғой. Сол жақта да трендтер түсірдің. Ал мынау бізде Ташкенттен естелік ретінде алдық. Өзбекстан деген. Сол жерде Сити Молдың ішінен алдық, Сити Молдың ішінен 4,5 мыңға алдық қой. Кетіп бара жатқанбыз. Қатына қалшы. Бірақ кимей жүрмін, үйге киіп жүрмін. Қатына. Қыздардың бәріне бір футболкадан алғанбыз. Ташкентке келгендегі бір естелік болсыншы деп. И холодильникке магнитик алғанбыз, Иә. Достар, енді лабубулар. Сондай аппа лабубу, негізі Кока-Коласы бар еді, ол түсіп қалды. Иә, түсіп қалды ол. Ары бері қыдырып Мынау жүріп. жасыл лабубу. Осындай тоже күшті, мынау. Бұны, по-моему, кім берді? Ақбота мен анасы, Саған ұнамай қалған лабуб емес па? Лақты жібергенен ғой, жақтырмай өзінше бол. Еще достар тастамай әкепті. Жақтырмай өзінше отырын ғой, тастамай әкеп апсын қақтауға. Бұл аяланқы болды қазір. Мен алмаймын деп. Негізі секрет деп едім, достар. Секрет деп беруге болмайды екен, тіскен ала беріңіздер. Иә. Мынау розовый лабубу. Ал мынау үйдегі қоңыр лабубумыз, бұны жырттық, ішінен не шыға ма деп, сол лабубу емес па? Бұны қайтадан жылап, аңырап, міне бір Ханшайым қайтадан тіккізіп, бұны ойбай, әуре сарсаңға салған лабубу, мынау көрсем есіме түсіп кетеді сол. Мынаны жылаған есіме түсіп кетеді. Жарайды. Мұнан қараңыздар, мұна осындай ақ сумка, мұна Каспийден алған вообще күшті, маған қатты ұнады. Мұна шеті. Иә. Енді ақ болғаннан кейін жаңа қара тез жұғады ғой, білмеймін, қайдан жұққан білмейміз, мына қараны кетіре алмадық. Білмеймін, ненің қарасы жұққан білмейміз, кетіре алмай қойдық қой. Сол ғой. Бірақ әдемі, прям корейский стиль. Жаздай ұстап шықтың ғой енді, телефонын салып, бәрібір телефон ұстағаннан кейін кішкентай сумочка бәрібір керек болады екен қыздарға. Осындай мию тоже біздің арна берген бұны. Бұл біздің арнаның сыйлығы, Кәусар мен Заңғардың сыйлығы, Иә. Біз барған кезде осындай сыйлықпен күтіп алған болатын. Нағыз біздің Жансаяға керек зат. Мен сумка қатты жақсы күтім біледі ғой. Осындай көрім ең алғашқы алған сумкам. Бұл енді алғашқы алған сумкасы ғой. Ескірмейді екен, байғыз тастай салайық десек. Қимайсың, бір жылдан асып кетті осы сумканы жүргеніне. Иә. Ілесіп әйтеуір жүр ғой сумкалардың арасында. Осы достар, біз Жансаяға күшті пранк түсіреміз ба деп Аяла екеуміз сонша ақылдасып едік. Жансая пранкымызды қабылдаған жоқ. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Өкпелемеңіздер. Жансая кішкентай қыз емес, уже бәрін біліп қояды. Мынау сөйлегісі кеп үйреніп жүр. Мынандай сумкасының мына түрі де бар, мына түрі бар. Мына түрі бар. Ақ түс, мына қоңыр түс. Ал достар, міне Жансаяның жаздағы киімдеріне обзор осындай болды. Каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар. Тез-тез 100 000 подписчикке жеткізіп тастаңыздар. Менде күміс кнопка алғым келіп тұр, достар. Ана жақта 2 күміс кнопка болып тұрса ғой. Всем пока! Пока!